мектептегі сабақтар өте көп. Алгебра, геометрия, физика, әдебиет, тіл өте көп. Бірақ сабақтардың ең арасындағы маңыздыларының бірі, дәлірек айтайын, ешкімге тиіспей, дәлірек айтқанда маңыздыларының бірі ол ағылшын тілі. Және саған міндетті түрде ағылшын тілін оқу керек. Неге екенін дәл осы видеода айтатын боламыз. Достар, сондықтан міндетті түрде каналға тіркеліп кетейік, лайк басып кетейік, комментарий жазып кетейік. Және де бұл каналда болашақ мұғалімнің блогы, болашақ мұғалімнің арнасы. Енді кеттік, бастаймыз. Неге саған ағылшынды мектеп уақытында міндетті түрде оқу керек? Мектептегі сабақтардың ішінде неге ағылшын өте маңызды? Себебі ағылшын тілі қандай салада болсан да саған керек. Яғни білеміз, биохимик саласы бар, физмат бар, гуманитар бар. Бірақ қандай сен салаға бармасан да, қазір 21-ші ғасыр, қазір 23-ші, 24-ші, 20-ші одан да кете береді. Жылдар қазіргі номер 1 тіл ол ағылшын тілі, және де бұның өзгеретін түрі жоқ, честно. Мен испан тілін оқыдым, мақтанғаным емес, оқыған, бірақ испан тілі екінші орында, бірақ испан тілі мен ағылшын тілінің арасында. Сондықтан да ағылшын тілі бұл әлемдегі номері 1 тіл. Және сен бұл жерде қандай жолға бармасан да, қандай бағыт таңдамасан да, саған ағылшынды білуін маңызды. Енді кейбір сұрақтарды қозғап кетейік, мұғалімім дұрыс бермесе ағылшыннан, немесе ағылшынды әлі өзім түсінбесем деген сияқты. Менің саған кеңесім, менің өзімнің басынан өткен, бұл негізінде жай ғана мектеп системасындағы ағылшынды ғана білмей, бұл жерде өзім бөлек курсқа бару. Себебі жалпы негізінде онлайн курс дұрысырақ болар, мүмкін онлайн курс. Хотя былай да барсам болады, бірақ неге онлайн курс дұрыс деп айтар едім саған, именно честно кеңес берер мұғалім ретінде. Бұл жерде онлайн курс ол қандай-да бір нақты мерзімде болады. Яғни 2 ай, 6 ай, 3 ай, 1,5 ай, 1 ай. Ал офлайн курс ол созылай береді, сен ақша төлей бересің, сен айына ақша төлей бересің, ол созылай береді. Тура мектептегідей. Как бы тут уже нет смысла. Конечно, офлайн курста мұғалім сенімен один-один жұмыс жасайды, немесе қандай да бір топпен жұмыс жасайды. Бірақ саған максимально бір көңіл аударады. Ол оның жұмысы, өйткені ол прям осыған барын салады, ол сол арқылы өзін асырайды. Мектеп асырамайды, ол өзін асырайды. Ал бұл жерде сен болсан, ал онлайн курстарда нақты бір қандай да срок бойынша олар жұмыс жасайды. И честно айтайын, какой-то 2 айда үйренген ағылшыннан көрі 9 жыл бойы, 5 жыл бойы, 3 жыл бойы үйренген ағылшын әлдеқайда тиімсіздірек. Именно былай, яғни қысқа мерзімде сен, өйткені неге тағы да бұл жерде неге деген сұрақ, өйткені қысқа мерзімде сен более сконцентрированы боласың, сен уже білесің, мен нақты осындай уақытта мен аяқтаймын. И сенде бұл нақты осындай уақытта аяқтау үшін онлайн курста нақты сабақтар құрылған. Мектеп системасында да бар, бірақ мектеп системасында біз білеміз, аттап кете береді. Офлайн курстарда да бар, бірақ офлайн курстарда нақты уақыт жоқ. Онлайн курстарда болса нақты уақыты бар. Яғни нақты мерзім бар. Сол мерзім бойынша сенің бірінші деңгейіңді тексере отыра, ары қарай өсіре береді. Шынайы жақсы курстар солай өсіре береді. Яғни сен бір деңгейден өтесің, екінші деңгейге, и бұл жерде сенде ешқандай да қиындық болмайды. Ары қарай 2 айдан кейін сен шығасында саған практика жасау керек. Жалпы тіпті сен онлайн курсқа бармасан да, сен офлайн курсқа бармасан да, сен чисто мектепте оқып жүрсең де, саған міндетті түрде практика керек. Без практика үйренгендердің барлығы 0. Практиканы қай жерден аламыз? Жақсы сұрақ. Сенің қалаңда болмауы мүмкін. Мен өзім басқа Астанада тұрамын. Астанада білмеймін. Именно мен жүретін жерде бір қатты көп иностранецтер көрмеймін.
Мен өткен жылы мектепте вожатый болған кезде, лагерьде вожатый болған кезде балалармен бірге Атамекен паркына барған болатынбыз. Именно менің қаламда Астанада Атамекен паркына барған болатынбыз. Ол жерде туристер өте көп болды. Туристер өте көп болды, біразмен кездестім и сөйлестім. Практика өте жорстко. Мен өзім кәдімгідей мықты энергия алдым осы арқылы. Ал жаңағы практика күшейе берді и более-менее барьерім сына бастады. Одан кейін практиканы тоқтап қалды. Өйткені одан кейін мен бармадым. Бірақ бұл жердегі основной месседж, сенің қаландағы, сенің ауылындағы бір тарихи жерлерге барсаң, тарихи жерлерде туристер көп болуы әбден мүмкін. Осы тарихи и, конечно же, әдемі жерлер, более-менее жерлер. Ағылшын тіліне қайтып оралайық. Ағылшын тілі неге үйрену керек? Жаңағы айтқандай, бұл жерде кешіріңіздер, тамағым қарылып қалды. Ағылшын тілі номер 1 тіл қайталап айта бермейін, бірақ основной месседж түсіндікті деп ойлаймын. Және де егер де сіз барлық жерге үлгергіңіз келсе, мысалы өзіңіздің жұмысыңызда мықты болғыңыз келсе, немесе өзіңіздің өміріңізде мықты болғыңыз келсе, успешный болғыңыз келсе, сізге ағылшын тілі обязательно. Ол саяхаттау болсын, ол басқасы болсын, обязательно сізге ағылшын тілін үйрену керек. Өйткені сіз бір балық сияқты болып қалмау керексіз, да? Золотой балық емес, да? Сіз золотой клеткадағы құс сияқты болып қалмау керексіз. Яғни сіз как бы золотой клеткадасыз, но сіз құссыз, сіз шыға алмайсыз ол золотой клеткадан. Ал сізге ұшу керек, сіз құссыз, өйткені құссыз, бірақ сіз золотой клеткаға қамап қойған. Сондықтан да сіз золотой клеткада өзіңіздің бір туған жеріңізде еркін жерде тұра бермей, аспанға қарай, мысалы басқа границаларда болып, басқа жерге өту керек. Өткен кезде сізге ағылшын тілі міндетті түрде. Основной месседж түсінікті деп ойлаймын, достар. Сондықтан да мектепте болсын, басқа жерде болсын, ағылшын тілін үйрену керек. Және де үйренесіздер деген ойдамын. Енді кеттік. Келесі видеоларда кездескенше.